Сәлем достар, сіздермен бүгін Нұргүл Шарамазан қызы. Бүгін біз түйек копилканың формасын жасайтын боламыз. Бізге титан керек, титанның силикон герметигі керек. Бұл герметикпен де әртүрлі сувенирлерді, копилкалардың формасын жасауға болады. Менің алдыңғы видеомда осы қағбаның формасын шығарған болатынмын. Өте әдемі, жақсы болып шықты. Енді мына түйек копилкаге бізге керегі. Бізге аквекстің клейі керек болады. Клейді мына түйенің астына жағып, доскаға қатырып қоямыз. Себебі бізде силикон жаққан кезде қозғалып кетпеу үшін. Мен бұда сұйық майды пайдаланатын боламын. Бізге пистолет керек болады. Пистолет силиконды сығып шығару үшін. Менің алдыңғы видеомда, форма жасайтын видеомда мен сабынды қолданған болатынмын. Сабынды қолыма батырып отырып жаққанмын, және формаға да жаққанмын. Себебі сабынды жақсақ біз уже сабынды кептіру керек, бір күн уақытымыз кетіп қалады. Сол үшін мен бұда үйдегі қолданып жүрген сұйық майды пайдаландым. Сұйық майды жағып, сразу силиконды құя беруге болады. Сұйық майдың бір жақсы жері, мана алдымызда айтқандай, күтіп отырмаймыз. Үйде бар зат, жағып, тастап силиконымызды құя береміз. Біздер доскамыздың жан-жағын 2-3 см қалдыруымыз керек. Себебі біз қазір силикон жағамыз, сосын сыртына пена құятын боламыз. Сол кезде біздерге оңай болу үшін, біздер гипсті құйғанда да жан-жағына ағып кетпеу үшін керек. Сұйық майымызды майлап болдық, енді біз силикон жағатын боламыз. Пистолетке силиконды салып, түйенің копилкасіне жақтық. Қолымызды майлап отырып, ауасын кетіріп, басып отырып жағатын боламыз. Сұйық маймен қолымызды майлап отырып жақсақ, әдемі, жақсы жағылатын болады. Қатты басамыз, себебі ішінде ауа қалып қоймау керек. Ауа қалса да, біздер гипс құйған кезде жаман болып шығады. Сұйық маймен майлап, сыртын жақсылап сипайтын болсақ, әдемі тегіс болып жағылады. Біздің бірінші слойымыз бітті. Енді екінші слой ғып, дәл осылай ғып жағатын боламыз. Өздеріңіздің ауылыңыздан строительный магазиннен пистолет для силикон деп сұрасаңыздар береді. Қолдарыңыз мынандай герметик болса, сразу сүртіп отырыңыздар. Себебі сүртіп маймен майлайтын болсаңдар, таза әрі жақсы жағылатын болады. Екінші слойымызды жақтық. Түйенің формасы үлкенде болғандықтан маған 3 силикон кетті. Жалпы қалың қылып жаққан жақсы, біразға төзімді болады. Көріп отырғандарыңыздай, мен қолымды майлап отырып жақтым. Түгізе оңай жағылады. Если қолымызға жағылып қалса, майлықпен, трапкамен сүртіп отыру керек. Үшінші слойымызды жақтық. Если қыздар мысалға бұл көп пайдаланған кезде тесіліп қалатын болса, дәл осылай тесік жеріне герметикті жағып қаптауға болады. Қолданып жатқан кезде де, мысалы 5-6 рет құйғаннан кейін тесіліп, жыртылып жатқан кезде дәл осындай қылып герметиктің көмегімен жамап алуға болады. Біздер 3 слой жақтық, енді бір күн кептіретін боламыз. Менің видеом ұнап жатса, лайк басып, комментария жазыңыздар. Келесі видеомда бұның сыртына чехол жасаймыз.